Қайырлы таң, құрметті көрермендер, хабар арнасы жаңа күн бағдарламасы. Студиямыздың қонағы әнші Дана Маханбаева. Асыл жар, аяулана және талантты әнші Дана Маханбаева екеркесін студиямызға ерте келді. Дана ханым, студиямызға қош келдіңіз. Ана жар Дана Маханбаева таңды қалай қарсы алады? Рахмет, қайырлы таң. Енді таңды осы бала шағамен атырамыз. Таңның атқаны, күннің батқаны демекші осы балалармен. Енді қазір жаз уақытында балабақшаға бармайды, дем алып жатыр. Дана ханым, осы сіз әділет екеулеріңіз Алматы мен Астана қалаларында жеке шығармашылық кеш өткізесіз. Жалпы кештен алған әсерлеріңіз қандай? Жалпы кеш қалай өтті? Кешіміз өте жақсы өтті, тамаша өтті деп айтуға болады. Енді халық бағасын береді ғой. Десек те енді өздерінің сондай жақсы тілектерін айтып, сөйтіп хабарласып жатқандар бар. Жақсы өтті. Ән кешіміз Астана қаласында енді Алла қаласа қыркүйек айының 19 күні сол жақта да бермекшіміз. Тамаша. Енді ол кеште жоғары деңгейде өтеді деп ойлаймын. Ал жалпы осы Алматы мен Астанадан басқа, осы біздің еліміздің басқа қалаларында жеке осындай шығармашылық кеш беру ойда бар ма? Ол әлбетте өзінің осы Алматыдан кейін әділ екеуміздің жоспарымызда бар. Басқа үлкен қалаларда, яғни Қазақстанның барлық түкпір аймақтарына барсақ деген оймен сондай мақсатымыз, жоспарымыз бар. Әдетте әншілер осы шығармашылық кештерін жасаған кезде ешқандай пайда таппайды. Сіздерде қалай өтті? Енді пайда таппайды әрине. Ол жерде үлкен қомақты қаржы кетеді, өздеріңіз білесіздер. Пайдасынан гөрі шығыны өте көп. Енді бізде өзін-өзі былайша айтқанда жапты десек болады. Шығынға шыққан жоқпыз, Құдайға шүкір енді. Онысыне әдекеңнің енді көмектескен кісілер де өте көп болды. Жақсы достары, оны жасырудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Алғысымызды айтамыз, ондай кісілеріміз де бар. Енді атын атап, төсін төстемей-ақ қояйық, бірақ сондай десек те өзіміздің қазақтың азаматтары осылай көмектесті. Енді жалпы қаржы туралы әңгіме қозғап жатсақ, енді қазіргі таңда осы шоу-бизнес өкілдеріне осы салық төлеуге міндеттеу мәселесі жиі көтеріліп жатыр. Жалпы осыған өзіңіздің көз қарасыңыз қандай? Өнер адамдарының пайдасынан гөрі енді шығымы да көп қой. Енді оған біз әлі жеткен жоқ сияқтымыз. Біздің шоу-бизнесіміздің деңгейі әлі оған жеткен жоқ сияқты. Енді көршілес Ресей еліне қарағанда, басқа елдерге қарағанда, себебі бізде мысалы тойға барсаң да, басқа концерттерге барсаң да төленетін қаржы ондай үлкен емес. Сондықтан да оған әлі ерте сияқты. Дана ханым, кешіңізге қайтып оралайықшы. Жалпы өзіңіздің шығармашылық кешіңізде, жалпы Әділ ағамен, сіз қыздарыңызды сахнаға шығардыңыз. Сол кімнің ойына келді? Әділ екеуміздің де ойымызда жүрген. Себебі үйде жүргенде де екеуі де ән айтып, енді өзімізде үйде жүргенде ән айтамыз ғой, сол еліктеп, бізде осылай ән айтайықшы деп кішкентай болса да, жаңа теледидардан көрген әндерін бірден жаттап алып, солай енді сөйтіп жүргеннен кейін бір өнерге бір қадам бастырып көрейікші осыларды деп, ең алғаш сахнаға шығардық. Тамаша. Қыздарыңыздың есімін айта кетесіз? Аяулым, үлкен қызым, одан кейін Арайлым. Арайлым. Сонымен ол ойымызды жүзеге асырып, осы екеуміз, Әділ екеуміз, яғни екі қызымызды жетектеп, Аяулым, Арайлым деген ән айттық. Одан кейін Ботақаным деген әнді Бота Бейсенова бізге арнайы жазып берді. Сол әнді орындап шықтық. Ал Аяулымнан сұрасам болады ма? Аяулым, сенің жасың нешеде? 5-те. 5-те ма? Саған сахнаға шыққан ұнады ма? Қандай ән айттың? Балапаным деген. Балапаным деген әнді айттың ба? Жақсы болды ма? Гүл алдың ба? Кім ән үйретті? Бұл әнді кім үйретті саған? Мамаң ба, жоқ әлде папаң ба? Мамам. Мамаң үйретті ма? Жақсы үйретті ма? Ұрысқан жоқ па? Тамаша. Сен де болашақта әнші боласың ба, мама папаң сияқты? Тамаша. Ал енді әңгімемізді осы жерден кішкене тоқтата тұрып, біздің тілшілеріміз дайындаған бейне сюжетке кезек берейік.
Қымбатты көрермендер, сіздермен бірге жаңа күн бағдарламасы және бүгінгі бағдарламамыздың қонағы ол Дана Маханбаева және қыздары Аяулым, Арайлым. Дана ханым, осы жалпы шығармашылық туралы сөйлесетін болсақ, осы Әділ ағамыздан бөлек, дуэттен бөлек, өзіңіздің шығармашылығыңызда қандай жаңалықтар болып жатыр? Сол енді дуэт әндерді біраз жаздық. Енді жеке шығармашылығыма келгенде кішкене ұяттымын. Енді оған себебі енді өздеріңіз көріп отырсыздар, баламен, тағы да 1 жасар ұлымыз бар. Енді бет бұру керек екеніне мен көзім жетті. Жайлап мен жеке әндер жаздыруға осылай бет бұрдым. Енді жеке ән жазып жатырмын. Құдай қаласа. Дана ханым, қандай композитор ақындармен жұмыс істейсіздер? Жақында Бауыржан Өскенбек деген ағамыздан ән алдық. Арман Дүйсенов ағамыздың әндері бар. Жандос Омаров деген жігіттің әні бар. Ақындармен де біраз жұмыс істеп жатырмыз. Асқар Дүйсенбі ағамызбен біраз сөздер жазды осы концертімізде. Сценарийін жазды Асқар ағамыз. Яғни бір композитормен жұмыс істеп, немесе бір ақынмен жұмыс істеп қана шектеліп қоймайсыздар? Жоқ, ондай жоқ бізде. Енді ұсынып жатқан адамдар өте көп. Жан-жақтан звондап, осындай біздің әнімізді орындасаңыздар деп. Бірақ енді қандай ән жақсы болады, сол әнді орындап жатырмыз енді. Қатып қалған бір адаммен жұмыс істеу деген жоқ ондай қағида. Дана ханым, енді осы ол құпия емес шығар енді, жалпы осы әншілер үшін, жалпы өнер адамдары үшін әлеуметтік желілер деген ол үлкен жарнама. Енді біз сізді ешқандай әлеуметтік желілерден жеке өзіңіздің парақшаңызды көріп жатқан жоқпыз. Неге? Неліктен? Енді мен жеке парақшамды аштым. Себебі енді жаңа өзіңіз айтпақшы, ол қазіргі заманның, былайша айтқанда, өнер адамдарының талабы болды ғой енді. Жеке парақшада отырып, менің парақшам бар қазір, Дана Маханбаева деп аталады ағылшын тілінде. Көрермендеріміз енді естіп қалып. Тамаша, тіркеліңіздер. Ол парақшамда енді жеке өмірімнің, сондай-ақ шығармашылықта қандай жаңалықтарымыз бар. Инстаграм желісі ол? Иә, Инстаграм желісінде. Сол желіде қазір жариялап, солай өзіміз үйде отырып алып, өзіміз пиар жасап отырмыз. Қазір аштым жақында. Жақсы. Ал Дана ханым, сізге көптен көп рахмет, алтын уақытыңызды қиып, бізге келгеніңізге, бізбен бірге таңды қарсы алғаныңызға, әр таңыңыз тек шуақты болсын дей отырып, сіздің тамаша тілегіңіз болса, көрермендерге мархабат. Қазақ елі аман болсын, әр арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болып, әр отбасына тек қана құт береке болсын, балапандарыңыз аман есен өсіп, осылай әр таңда тек қана күліп ояныңыздар. Аумин. Көп рахмет сізге. Көп рахмет. Бұл сізге тек қана жақсылық және шығармашылық табыс тілейміз. Рахмет үлкен. Сау болыңдар, балақайлар.